болса да қоштасатын сәт келді. Мендегі бұл қимастық сенде де бар деп үміттенемін. Тағы бір соңғы құпиямен бөлісейін. Бұл кітапты жазуға алғаш отырған кезде Мұса пайғамбардың бір керемет дұғасымен бастап едім. Я Раббым, көңілің мен өзің беретін жақсылықтарыңды кеңейте көр. Бастаған жұмыстарымды жеңілдете көр. Ойымды жеткізе алу үшін тілімдегі күмәнді шеше көр. Я Аллам, қиындатпа, жеңілдет, ісімді өзің берген қайырымен бітіре көр деп мен дұға етіп бастағам. Жалпы кез келген тренингте солай бастаймын, өйткені өзіме аса қатты сенбеймін. Құдай тағала аузымызға дұрыс сөз салсын деп ойлаймын. Шыны керек, солай болады да. Алла болды да. Алла кітаптың шығуын жеңілдетті. Бірақ түсіндіріп, не түсіндіре алмағанды білмеймін. Кітаптың ішіндегі білім ойыңа қонып, көңіліңнен шықса, Алланың қалауымен сенің жақсы оқырман болғанына. Түсіндіре алмасам, шеберлігімнің аздығынан деп білгейсің. Кез келген білім іздеу мен өзімізді дамытудың мақсаты қалаған, армандаған, керемет, сұлу, табысы мол, бақытқа бай идеалды күн. Бәлкім ол жәннаттағыдай әдемі емес, бірақ иісі жәннаттағыдай аңқыған көркем күн. Біз жәннатқа қалай кіреміз деген сұрақ болған. Біз жәннатқа қалай кіреміз деген сұрақ болған. Кім бұл сұраққа жауап бере алады? Біз жәннатқа қалай кіреміз? Парыз орындалу істеген амал. Жәннатқа кіру үшін бірінші өлу керек. Өлу керек. Өлмесін жәннатқа кіремейсің ғой. Әрине, біз жәннатқа қалай кіреміз деген сұраққа біздің керемет дініміз кім келіспей жатыр? Біздің жәннатқа қалай кіреміз деген сұраққа біздің керемет дініміз көптеген нұсқаулықтар мен ережелер береді. Бұған қарапайым исламның 5 парызын алсақ та болады. Аллаға иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру және қажылық. Бұлардың 5-еуі әр деңгейде болса да парыз. То есть ақшасы жоқ адамға қажылық парыз емес қой. Бірақ ақшасы бар адамға парыз. Жасау шарт. Осы 5 парыз бізді жәннатқа апарар жол болса, назарда ұстайтын дүние ол жолдың көптігі. Біз кейде армандаған идеал күнге бірақ әрекетпен жеткізіміз келеді. Сол идеал күнге әкелетін бірақ есікті іздейміз. Менің де қателігім осы еді. Бір іс, бір жұмыс, бір жарнама, бір сделка, бір кітап, сол бір есіктің кілтіндей көрінетін. Ал жеме-жем келгенде қалай жәннатқа бару үшін бір емес көптеген әрекет керек болатын болса, біз армандаған идеал күн үшін де көптеген әрекет керек. Сен армандаған идеал күнге апаратын жалғыз әрекет жоқ. Әрине ұқсас принциптері мен белгілері бар, саған таныс әрекеттер. Бұны неге айтып отырмын? Бұл кітап сенің идеал күніңе жақындататын сөзсіз кітаптар құралы деп ары қарай кітапты оқыңыздар.